Ақылды не үшін берген? Ақыл сол ақ пен қараны ажырату үшін, жақсы мен жаманды ажырату үшін, мына болып жатқан қоғамдағы процестерге өзіндік пікір қалыптастыру үшін, өзінше ой ойлай алатын бізге автономды тұлғалар керек. Яғни бізге тұлғалар керек. Ал кітап оқымаған адам ол тұлға болмайды. Өйткені ол дайын ақпараттардың тұтынушысы ғана. Және де әртүрлі саяси ойындар, саяси технологиялар сондай ақпараттық өнім шығара отырып, көп адамдарды өзінің дегеніне жұмыс етеді. Бұл енді саясат басталады осы жерден. Мысалы біз өз жаңа компьютермен, тілмен айтқанда өзіміз программа жасамасақ, өзгенің программасын қабылдауға мәжбүр болады. Егер сен өзіндік ойлау жүйесіне ие бола алмасаң, біреуге жұмыс істейсің. Басқа бір топтарға, басқа бір күштерге солардың мақсатын жүзеге асыруға